Өнеркәсіптік электроника 14-ші дәріс. Тақырыбы өндірістік электроникадағы заманауи тенденциялар. Кіріспе. Өндірістік электроникадағы заманауи тенденциялар бұл өндірістік автоматтандыру, оңайталандыру және цифрландыру бағыттарындағы жаңа технологиялық шешімдер мен әдістемелердің жиынтығы. Олар өндірістік процестерді тиімді, қауіпсіз, икемді және экологиялық таза етуге бағытталған. Өндірістік электроникадағы заманауи тенденция дегеніміз жалпы өндірістік процестерге заманауи технологиялар енгізу арқылы автоматтандырылған икемді және интеллектуалды өндіріс жүйесінің құру үрдісі. Индустрия, ақылды өндіріс. IoT құрылғылардың интеграциясы арқылы өндірістік жабдықтарды қашықтықтан бақылау және басқару. Негізгі принципі. IoT құрылғылары бұл жабдыққа орнатылған датчиктер, сенсорлар, контроллерлер және модульдер. Олар өндірістік жабдықтардың күйін бақылайды, температура, қысым, діріл, тоқ, тағы басқа. Деректерді нақты режимде белгілейді, Wi-Fi, интернет арқылы басқару сигналдарын қабылдай алады. Қашықтан бақылау мүмкіндіктері. Оператор немесе инженер мобильді қосымша немесе веб-панель арқылы жабдықтардың жұмысын режимін көре алады, ақаулар туралы ескерту алады, жұмыс өнімділігін талдай алады. Қашықтан басқару мүмкіндіктері. Жабдықты іске қосу, тоқтату, параметрлерді өзгерту, мысалы температураны, жылдамдықты. Операторсыз жұмыс жасау режимін орнату. Пайдаланушылардың артықшылықтары. Тұрып қалғанды азайту, деректерді талдау, қашықтық маңызды емес, уақытты үнемді, шығындарды азайту. Сипаттамасына тоқталатын болсақ, ақауларды алдын ала анықтау, өндірістік үрдістерді оңайталандыру, кез келген жерден бақылау және басқару, оперативті шешім қабылдау, энергия жұмыс күші және техникалық қызметке кететін шығынды қысқарту. Қауіпсіздік мәселесіне тоқталатын болсақ, IoT жүйесін қолдану кезінде желі қауіпсіздігі қамтамасыз етілуді, құпия деректерді қорғау, кибер шабуыл қорғау маңызды болып табылады. Қолдану салалары: зауыттар, конвейер желілер басқару, энергетика, генераторлар мен трансформаторларды бақылау, ауыл шаруашылығы, автоматты суару, топырақ мониторингі, тау-кен өндірісі, қауіпсіздік жүйелерін бақылау, химия және фармацевтика, температура мен қысымды дәл бақылау. Сенсорлар мен ақылды контроллер арқылы деректерді нақты уақыт режимде жинау. Сенсор мен ақылды контроллер арқылы деректерді нақты уақыт режимде жинау өндірістік электрониканың жүрегі деуге болады. Бұл процесс ақылды өндірістің негізі болып табылады және ол кәсіпорынға жабдықтың процестері мен ресурстары жағдайын нақты уақыт бақылауға және жылдам шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Нақты уақыт режимде деректерді жинау негізгі элементтер. Олар сенсор, датчиктер. Сенсорлар физикалық параметрлерді өлшеуге арналған құрылғы. Олар келесі деректерді жинай алады. Сенсорлар, например, мысал ретінде температуралық, қысымдылық, діріл, жарық оптикалық, газ ылғал, тоқ кернеу. Ақылды контроллер. Контроллер сенсордан түскен деректерді қабылдап, өңдеп, қажетті басқару әрекеттерін орындайтын құрылғылар. Олардың міндеттері деректерді жинау және сақтау, талдау және шешім қабылдау, актуарлар мен жабдықты басқару. Қазіргі ақылды контроллерде Wi-Fi, интернет, Bluetooth сияқты интерфейстер, жоғары есеп қуаты, бағдарламалатын логика, бұлтпен интеграция мүмкіндігі бар. Жұмыс принципі. Сенсордан контроллерға беріледі, контроллер деректерді өңдейді, ары қарата шешім қабылдайды, басқарады немесе ескерту береді. Мысалы, температура сенсоры 85 градусты көрсетсе, контроллер оны қабылдап, бұл шектен тыс екенін анықтайды, жүйе операторға ескерту жібереді немесе құрылғыны автоматты түрде сөндіріп тастайды. Нақты уақыт режимінің маңыздылығы. Артықшылығы: ақауларды ерте анықтау, өнімділікті бақылау, сапаны жақсарту, оперативті шешім қабылдау.
Ақауларды ерте анықтау кезінде жабдықты істен шықпай тұрып жөндейді. Өнімдікті бақылау құрылғыларды тиімді жұмысын бақылайды. Сапаны жақсарту технологиялық параметрлер нақты сақтайды. Оперативті шешімдер жағдайға сәйкес жедел жауап. Интеграция мүмкіндіктері: ақылды контроллер деректері, SCADA жүйесі, MES жүйесі, ERP жүйесі, Cloud платформаға жібере алады. Қолдану мысалдары: азық-түлік өндірісінде, энергетикада, металлургияда және ауыл шаруашылығында. Азық-түлікте температураның нақты уақытын бақылайды. Энергетикада трансформатор температурасы мен ток жүктемесін өлшейді. Металлургияда қысым мен температура параметрларын басқарады. Ауыл шаруашылықта топырақ ылғалдылығын өлшеу мен автоматты суару. Big Data және қолдану арқылы өндірістік шешімдерді оңайталандыру. Big Data және жасанды интеллект технологияны қолдану өндірісі зияткерлік деңгейге көтерудің басты құралдарының бірі. Бұл технологиялар кәсіпорынға үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, талдау арқылы тиімді шешімдерді қабылдауға көмектеседі. Өндірістік процесті оңтайландырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады, шығындарды азайтады, сапаны арттырады, тұрып қалуды болдырмайды және жалпы тиімділікті көтереді. Big Data дегеніміз үлкен көлемдегі әртүрлі және өнімді жаңартып отыратын деректер жинаған. Өндірісте бұл сенсордан PLS, SCADA жүйелерінде жинайтын деректер. Жабдықтардан алынған журналдар, өндірістік үрдістерді туралы ақпараттар, сапа мен ресурстарға қатысты деректер, ERP және MES жүйелерінен алатын деректер. Бұл деректердің көлемі терабайттарға, тіпті петабайттарға жетуі мүмкін. Практикалық қолдану мысалдары: машина жасау, химиялық өндіріс, азық-түлік өнеркәсібі, энергетика және логистика. Машина жасауда жабдықтарды тозуын болжау арқылы техникалық қызметтерді жоспарлау. Химиялық өндірісте өндірістік параметрларын автоматты оңтайландыру. Азық-түлік өнеркәсібі сапаны автоматты түрде бақылау және дефектілерді айқындау. Энергетикада энергия тұтынуды болжау және оңтайландыру. Логистикада өнімді қозғалысын талдау, жеткізу және оңтайландыру. Автоматтандыру және робототехника. Автоматтандыру және робототехника қазіргі заманда өндірістік электрониканың негізгі және қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі. Бұл сала өндірістік тиімділігін арттыруға, адам еңбегінің жеңілдетуге және шығындарды азайтуға мүмкіндік береді. Автоматтандыру дегеніміз өндірістік процестерді адамның араласуынсыз басқару және реттеу жүйесі. Мақсаты жұмыс өнімділігін арттыру, адам қатесін азайту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ресурстарды тиімді пайдалану. Қолданылатын құрылғылар: бағдарламалық логикалық контроллерлер, оператор панельдері, сенсор және жеттіктер, SCADA және DSS жүйелері. Робототехника дегеніміз роботтар арқылы өндірістік немесе логикалық процестерді орындау ғылыми және технологиясы. Роботтар белгілі бір тапсырманы автономды орындайды, қайталайтын әрекеттерді дәл әрі жылдам, адам өміріне қауіпті аймақтарды жұмыс істей алады. Бұлттық технология және шеткі есептеу. Бұлттық технология және шеткі есептеу қазіргі өндірістік электроника мен автоматтандыру саласындағы ең өзекті және тиімді шешімдердің бірі. Бұл технологиялар өндірістік процестерді басқаруды икемді, масштабталған және нақты уақыт режимде әрекет ете алатын етіп өзгертіп жатыр. Анықтамасы: бұлттық технологиялар интернет арқылы есептеу ресурстар мен деректерді өңдеу қызметтерін қашықтан ұсынатын технология. Өндірістегі қолдану: сенсорлар мен PLS алынатын өндірістік деректерді бұлтқа жіберу, бұлтта деректерді сақтау, талдау және визуализация, көп нүктелі өндірістерді бір орталықта бақылау,
SCADA MMS жүйелерінің бұлттық нұсқалары. Анықтамасы: шетке есептеу, деректерді орталық босқа жібермей, деректерден шыққан жерінде өңдеу процесі. Өндірістегі қолданылуы: реал-тайм басқару қажет жағдайларында, жоғары жылдамдық пен төменгі кідіріс талап ететін процестер, өндірістік қауіпсіздік жүйелер, қашықтағы немесе интернетке шектеулі қолжетім жерлерде. Қолдану салалары: автомобиль өндірісі, медицина, энергетика, мұнай және газ. Бұл таблицадан көретініміз, салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, автомобиль өндірісі жабдықты жұмыстарын жинақтау, талдау, ал бұлтта орналасатын болса, ал келесі графада роботты қозғалыстың нақты уақытын басқару, сол сияқты медицинада науқастың тарихын бұлтта сақтау болса, реал-тайм диагностика, энергетика электр желілерін бақылау, жергілікті жүктемені басқару. Мұнай және газ саласында бірнеше кен орындарының деректерін бұлтта біріктіру, қауіпсіздік датчиктердің шұғыл реакциясы. Киберқауіпсіздік. Киберқауіпсіздік заманауи өндіріс жүйелерінің ең маңызды құрамдас бөлігіне айналды. Индустрия және өндірістік цифрландыру үрдістемелерімен бірге өндірістік желілер, SCADA жүйелері, IoT құрылғылар мен автоматтандырылған басқару жүйелері интернетке қосылып, сыртқы шабуылға осал бола бастады. Негізгі мақсаты өндірістік инфрақұрылымдық зиянды бағдарламадан, бұзушылардан және ішкі қателіктерден қорғау. Өндіріс желілер мен құрылғыларды қорғау. Өндіріс желілер мен құрылғыларды қорғау өндірістік жүйелерге тән операциялық үздіксіз маңызды, жаңа емес ескі құрылғыларды қолданылады. Әдеттегі IT қауіпсіздік әдістері жеткіліксіз болуы мүмкін. Қорғау шаралары: желі сегментациясы, аутентификация, жаңару және патчинг, қауіп қатер мониторингі, логтар және аудит, порт шектеулері. SCADA жүйесінің қауіпсіздігі. SCADA өндірістегі негізгі бақылау жүйелерінің бірі. Олар жиі интернетке немесе кәсіпорын ішіндегі желіге қосылған шабуылдарға ұшырауының қаупі жоғары. Бұл таблицада әдістері мен түсіндірмелер берілген. Энергияны үнемдеу және тұрақты даму. Энергия тиімділігі дегеніміз аз энергиямен көп жұмыс істеу, яғни өнімділікті төмендетпей энергия тұтынуды азайту. Қолданылатын құрылғылар: инверторлар, электрқозғалғыштардың айырылу жылдамдығы жүктемеге қарай реттейді. Жүйенің қуаты тұтынуы 30-50% дейін азайтуға көмектеседі. Қорытынды: өндірістік электроникадағы заманауи тенденциялар, олар кәсіпорындарды ақылды, бәсекеге қабілетті және экологиялық жауапты етуге бағдарланған технологиялық процесс. Кез келген өндіріс осы тенденцияларды енгізу арқылы шығындарын азайтып, табыстылығын арттырады.